Баршаға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көріп отырғаныма қуаныштымын. Сіздермен Алтынай. Бүгін мен осындай керемет, езілмейтін, шашылмайтын, өте күшті болып шығатын мантының рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде рецептті сақтап, видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің парақшама тіркеліп, бұдан да басқа көптеген рецепттерді көре аласыздар. Кеттік, кешкі асқа жасап көріңіздер. Біздің ерекше керемет болып шығатын мантымызге ет пен пияз ғана қосылады. Осылай етті жақсылап ұсақтап турап аламыз. Одан кейін менде бір үлкендік пияз болғандықтан бір пиязды қостым. Пиязды дәл солай майдалап жақсылап турап аламыз. Барлығын бірге турап болғаннан кейін дәміне қарай біз қарабұрыш қосамыз. Қарабұрыш қоссаңыздар, тамақтарыңыз шын айтам сочный болып шығады. Одан кейін дәміне қарай тұз саламыз. Егер қалауыңыз бойынша мантының приправасын салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Осылай жақсылап барлығын салып, мыжып араластырып алатын боламыз. Сол кезде 5 минутқа қамырын илегенше кішкене тындырып қоямыз. Мінекей мен қамырына су және де бір жұмыртқа, дәміне қарай тұз салдым. Осылай жақсылап араластырып, қатты қамыр илейтін боламыз. Жай ғана су, жұмыртқа қосылады. Қатты қамыр илеп, кемінде 5 минутқа бетін жауып, кішкене уақыт июін қандырып аламыз. Қамырымыздың июі қанды, осындай қатты қамыр шықты. Оны себіп бірнеше рет қайтарып үйлеп жібереміз. Одан кейін өзімізге керек дөңгелек форма жасап, әдемілеп кесіп аламыз. Дөңгелек форма жасап істеген себебіміз біздің мантымыздың ерекшелігі де осыда. Өте сочный керемет манты шығады. Ешқандай шашылмайды, төгілмейді, жыртылмайтын керемет қамыр. Міндетті түрде қамырларыңыз қатты болуы керек. Осындай жақсы жайылып, жақсы иленіп болса, сіздердің мантылеріңіз мүлдем жыртылмай, керемет болып пісіп шығады. Қамырларыңыз шілей қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа болу керек. Егер қатты болып кетсе, қамырларыңыз піскен кезде шілей қатты қалың болып кетеді. Сол себепті орташа етіп жаясыздар.
арасына салмаларыңызды толтырып жақсылап салып, осылай өріп шығасыздар. Мінекей мантылдерімізді осылай керемет етіп әдемі қылып түйіп шығамыз. Егер түйеуді бірінші рет түйіп жатсаңыздар, осылай видеодағыдай екі шетінен ортасына жинап қысып шығасыздар. Міндетті түрде осылай әдемілеп түйіңіздер, сонда сіздер мантылеріңіз керемет болып шығады. Мінекей қыздар, мен мантымды осылай жақсылап түйіп шықтым. Сосын мантоваркамызды, яғни манты қазанымызды астын жақсылап майлап, одан кейін мантылерімізді әдемілеп орналастырып шығамыз. Міндетті түрде арасы алшақ болу керек, себебі піскен кезде бұл мантылеріміз кішкене көпсіп піседі. Жабысып қалмас үшін арасын ашық қойыңыздар. Мінекей осылай жақсылап орналастырып, бетін міндетті түрде майлауды да ұмытпаңыздар. Барлығының бетіне бір тегіс май жағып шығасыздар. Сол кезде сіздер мантылеріңіз өте керемет болып шығады. Сосын майлап болғаннан кейін 45 минутқа қайнап тұрған газдың үстіне қойып, жақсылап пісіріп аламыз. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Кішкене арасын алшақ қойыңыздар, осылай жабысып қалуы мүмкін, бірақ менде жабысқан жоқ. Мінекей керемет болып шықты, мүлдем жыртылмай, сочный манты шықты. Мына жерде ыстық енді. Сіздерді міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Аз болсын, рецепті сақтап алыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Менімен бірге болыңыздар. Сіздерге бұдан да басқа көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Рецепті достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сана Алтынай. Ауызашарға міндетті түрде жасап видеолеріңізді қуантыңыздар. Аз болсын.